Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін қысқа арналған аджика немесе кобраны жабуды үйренеміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші помидор керек болады. Помидорымызды тазалап, жуып, осылай төртке бөліп турап алдым. Себебі ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Сол кезде ыңғайлы болу үшін. Егер сіздерде электронный мясорубка болмаса, қолда өткізсеңіздер де болады. Помидордан соң бізге қызыл болгар бұрышы керек болады. Қызыл болгар бұрышы болмайтын болса, жасылын немесе көгін қосуға да болады. Болгар бұрышында біз ет тартқыштан өткізіп майдалап аламыз. Келесі кезекте сарымсақ керек болады, яғни чеснок. Мен бұл жерде өзіме ұнағандықтан көбірек қостым. Егер дәмін ұнатпасаңыздар, азырақ қосуға да болады. Бірақ қайнап жатқаннан кейін мүлдем чесноктың шикі дәмі қалмайды, қыздар. Ең бірінші таза ыдысымызға өткізіп алған помидорымызды құямыз. Помидорымыздың үстінен болгар бұрышын саламыз. Оның үстінен ет тартқыштан өткізілген майдаланған чесногымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, газға қайнатуға қоямыз. Помидорымыз қайнап шыққанша ащы қызыл бұрыштар керек болады бізге. Мен 4 тал қостым. Егер қатты ащы болғанын қаласаңыздар, дәміне қарай тағы да қоссаңыздар болады. Ащы бұрыштарымызды жуып осылай турап аламыз. Және де қайнайын деп тұрған помидорымыздың үстінен салып, араластырып қоямыз. Қыздар, помидорымыздың қайнап шыққанын күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін астын орташа отқа қойып, жарты сағат бойы қайнатып аламыз. Помидорымыз қайнап тұрған аралықта алдын ала жуып тазалап алған банкаларымызды қайнап тұрған ыдыстың бетіне қойып, 6 немесе 7 минут бойы булап аламыз. Себебі қанша жуып шайғанменен көзге көрінбейтін микробтар болады. Сол микробтарды ыстық бу арқылы тазартып аламыз. Банкамызды алған соң бетіне жабатын крышкамыз, яғни қақпағымызды да салып, 1 минут шамасында қайнатып, алып банканың бетіне жауып қоямыз. Жарты сағат бойы қайнаған помидорымыздың үстіне лавровый лист, лавр жапырағын және де осындай түйіршіктелген қара бұрыштан саламыз, араластырып, тағы да 20 минут бойы қайнатамыз. Қыздар, кобраны қайнатып жатқан кезде тұзды алдын ала салып қоймаңыздар, ащы болып кетеді. Дайын болуына 20 минуттай қалған кезде тұзымызды саламыз, дәмін көреміз, және де артынан 150 грамдай сұйық май құямыз. Араластырып, тағы да 10 минуттай қайнатамыз. Қыздар, помидорымыздың суы тартылып, қоюланады. Сол кезде біздің кобрамыз дайын болған болады. Енді банкамызға құюды бастаймыз. Дайын болған ыстық кобраны алдын ала булап алған банкамызға құйып, стерильденген крышкамыз арқылы жабамыз. Мінекей қыздар, ұзағымен 1 сағатта дайын болады. Қысқа арналған ащы кобраларымыз дайын. Кез келген тамақпен үлкен де кіші де сүйсініп жейді. Сіздермен бірге болған бота. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды.